Жоқ, сіз ойындасыз, қатыспай ақ қойсаңыз да болады. Ал менің ойымша, осы сайыстың тағы да жеңімпаздары анық болған секілді, 20 ұпай жинаған қатысушылар ортаға келіңіздер. 20 ұпай жинаған бізде 2 бірдей қатысушымыз бар. Ал қалған қатысушыларды көрермендер арасында қайтадан шақырамыз. Негізі бізде келесі ойынға тек 3 қана қатысушы қатыса алады, ал бізде 4-теу тұр, иә? Сондықтан осы кісілер тағы бір ойнатып жіберсек. Өзара? Иә, өзара ойнатып жіберейік. Кім көп ұпай жинайды, бір адам ойыннан шығады, ал 3 адам ойынды жалғастырады. Түсінікті ғой жігіттер, ал енді тәртіп күшейді. Шын мықтылар ғана жеңімпаз болады. Демек бізде 2 адам ғана жеңіске жетеді. Түсінікті ғой? Ал бір-ақ қана мүмкіндік бар. Ал енді сәттілік. Тастайық. Жоқ, 0 ұпай өкінішке орай, және 2 бірдей қатысушымыз қайтер екен. 0 ұпай. Үміт үзбейміз. Жабысып қалмады, үміт үзбейміз. Және міне қызық, ешқандай қатысушымыз ұпай жинамады. Келе қойыңыз, әлі ойындасыз, үміт үзбейміз. Түркістан қаласы керемет үміттерді жалғайтын қала, өзі сондай. Ал тағы бір мүмкіндік көрейік. Ешкім тигізе алмады нысанаға. Келесі мүмкіндікке дайын болыңыздар. Ал ендеше құрмет қошеметтеріңіз біздің сайыскерлерге қолдау білдіріп отырайық. Кеттік, келесі. 12 ұпай, тамаша. Ал Бекзат мырза, Қазығұрттан келген қатысушы. 18 ұпай, тамаша. Ал Шымкент Батыр 5 ұпай. Мінекей түсікті болған секілді ағаларына жол берді. Келіңіздер, ортаға жақындаңыздар. Біз сіздерді мына жақта сахнаның сыртынан шығарайық. Себебі сіздерге арналған біздің арнайы киіміміз бар. Соны үстеріңізде киіп алыңыздар. Спорттық жейделер бар. Ал оған дейін біздің ойынымызды әзірлесе, мына жақта үрмелі нысананы алып, мына жақтағы батутты көрсетсе, және де осы тұста біз осындай жиналған көрермендердің арасында бір ойын ойнатып жіберсек қалай қарайсың, Нұрсұлтан? Әрине. Ол үшін қазір Түркістанға байланысты біз сіздерге сұрақтар қоямыз. Кім жауап береді? Біз оларды ешқандай сыйсыз қалдырмаймыз. Дәл қазір біздің ұйымдастырушыларымыз бізге бір сыйлықты алып келіп берсе, ал біз осындағы көрермендерге соны таратамыз. Ал ендеше қымбатты көрермен, дайын болыңыздар. Түркістан қаласы жайындағы ерекше факттерге негізделген ол сұрақ тарихи болуы мүмкін, әдеби болуы мүмкін, немесе географиялық бағытта сұрақ болуы мүмкін. Ендеше сіздердің Түркістан қаласы жайындағы білім көкжиектеріңізді бір сынап көрсек. Иә, біздің ұсынып отырған міне сыйлықтарымыз гастрокарттар. Бұл Түркістан қаласында орналасқан ресторандарға 20%-ға дейінгі жеңілдік карталары. Тамаша, бәрекелді. Ал ендеше алғашқы сауал сіздер үшін. Иә, біздің алғашқы сауалымыз Түркістан қаласына байланысты болман. Ендеше мұқият тыңдаңыздар. Түркістан облысы қай жылы құрылды? Кім біледі? Қол көтереміз. Мінекей мына жақта қатысушыларымыздың арасында қол көтерген жандар бар. Мен жақындайын. Қай жылы, қай күні нақтырақ? Түркістан қаласы 2018 жылы құрылды. Қай күн? Облыс болды. Жауап? Түркістан облысы 2018 құрылды, иә? Жақсы, жауабыңыз өте дұрыс, сізді құттықтаймыз. Міне, Түркістан қаласында орналасқан ресторандарға 20%-ық жеңілдік картасы. Ал біз ойынды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің келесі сауалымыз мынандай. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі неше бөлмеден тұрады? Кім біледі? Кім біледі? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі неше бөлмеден тұрады? Ешқандай интернетке қарауға болмайды. Гуглда ашпаймыз. Қолдарыңызды көтеріп. Қол көтереміз, жай ғана жауап береміз, кезінде сыйлық аламыз. Мінекей, бүлдіршілер білетін секілді, білеміз ғой? Келе ғой. Келе қойыңдар. Түркістан Қожа Ахмет Яссауи кесенесі неше бөлмеден тұрады? 4 бөлме, сенің ойыңша. Қандай? Ас үйі. Жатын үйі. Ол сіздің үйіңіз, ол сіздің үйіңіз 4 бөлмеден тұруы мүмкін. Енді біздің кішкентай ғана бүлдіршіміз есімі ғой? Асылхан, нешедесің? 8-ден. Тамаша, енді өзінің білімін ортаға салып көргісі келді, дегенмен де сенің жауабың дұрыс емес, Асылхан. Жауап дұрыс емес, қабылданбайды. Жауап береміз, келіңіздер ортаға жақындаңыздар, келе қойыңыз. Бәрекелді. Түркістан қаласы жайындағы ерекше деректерді білемін дейді. Сұрақтың дұрыс жауабы 35 бөлме. Қайталап жіберсеңіз? 35 бөлме. Есіміңіз кім? Досымжан. Қай жақтан? Жаңақорған, Қызылорда. Тамаша, бәрекелді. Су елінен келген екен. Жаңақорғандық Досымжан біздің келесі сауалымызға дұрыс жауап берді. Сізді шын жүректен құттықтаймын. Қошемет соғып қояйық. Бәрекелді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 35 бөлмеден тұрады екен. Қымбатты түркістандықтар, мінекей Түркістан қаласы жайындағы ерекше ақпаратты Жаңақорғандық жігіттері біледі екен. Мынау енді Түркістан халқына үлкен сын болды деп білемін. Ал бізде ең соңғы сұрақ болсын. Иә, біздің ең соңғы сұрағымызды қабыл алыңыздар. Ол да осы Түркістан қаласының тарихына арналады. Ендеше келесі сұрақ
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің биіктігі неше метр? Кесененің биіктігі неше метр? Нақты. Кім біледі? Мінекей, бізде жауап дайын секілді. Тамаша, қош келдіңіз. Есіміңіз? Дана. Қай жақтан келдіңіз? Тұрсын. Үйден келдіңіз. Иә? Тамаша. Ал, сізге сұрақтың нақты жауап бересіз бе? Жауап беріңіз. Нақты айтсаңызшы. 37-де 5. 37-де 5 деп ойлайсыз, иә? Демек 37 метр. 37-де 5 Мына метр деп жақта, иә, ойлайсыз. кесенені таппай қалдыңыз ба? Нақты өлшемі, соңғы әрі нақты жауабыңыз 37-де 5 дейді. Жауабыңыз өкінішке қарай дұрыс емес. Кешірім сұраймыз. Қазір нақты жауабын білеміз. Келіңіз, мінекей келесі қатысушымыз, бәрекелді. Мінекей арулар өте белсенді. 44 метр. Және Сіздің жауабыңыз өкінішке қарай дұрыс емес. жауап, мінекей келесі қатысушы келе қойыңыз. Мінекей өзінің ұлымен келе жатыр. Мінекей ұлыңызға керемет өнеге Түркістан қаласы жайындағы керемет сұраққа жауап беремін дейді. Және дұрыс жауабы кім жауап берді командадан? 39 метр. 39 метр дейді. Сіздің есіміңіз кім? Сағат. Астана қаласынан. Тамаша. Сағат, сіздің жауабыңыз дұрыс емес. Жауап қате. Және 37. Бізде жаңа ғана айтылды. 37 деген жауап айтылды. Қымбатты көрермен, білмейміз бе кесененің биіктігі? Барлығымыз барамыз ғой. Мінекей, тағы бір бүлдіршін білемін дейді, ортаға келе ғой. Енді осы сұраққа қате жауап берсең, қазір 3-ке шығарамын. Білесің ғой енді. Ал, сұрақтың жауабы 38 дейді. Бізге негізі нақты жауап керек. Жауап қабылданбайды. Жауапты қиынға түскен секілді, иә. мына жігітті шақырайықшы. Я, келе ғой. Патыр, келе ғой. Жігіт, сіз жауап бересіз ба? Жақсы. 37-де 5. 37-де 5 деген жауап жаңа айтылды. Иә, рахмет. Жаңа ғана жігіт жауап берді. Келесі қатысушы бар екен. Нақты жауап бересіз ғой, иә? Нақты әрі дұрыс. 65 метр. Сіз қай жақтан келдіңіз? Ленгерден келдіңіз. Ленгерде сіздерге 65 метр деп үйретсе, ол қате екен, жауабыңыз қате, ренжімеңіз. Келе ғой. Кел. Сен тағы да мына жақта кіп кішкентай қызымыз келіп отыр. Сен есімің кім? Сен қанша деп ойлайсың? 40 тауған. Жаным сол, сенің жауабың дұрыс емес. Ал бізде Асхат Батырды ортамызға тағы қайтадан алдырдық, өйткені себебі бұл Асхат біздің кіп кішкентай бүлдіршініміз жауапқа сәл жақындады. Сондықтан дұрыс жауап берді деп есептейік, иә? Қосыласыздар ғой. демек дұрыс жауабы 38-де 2 метр. қошемет соғып қояйық. Бізде Асхат жеңімпаз. Ал саған Түркістан қаласында орналасқан ресторандарға 20% жеңілдік. Асхат, қай жақтан келдің? Қызылордадан қошемет соғып қояйық. Мінекей сыр елінің тұрғындары Түркістан жайындағы деректің барлығын біледі екен. Қошемет соғып қояйық. Тамаша, рахмет. Ал ендеше қымбатты көрермен, дәл осындай керемет кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Алдағы уақытта дәл осындай қызықты викториналық сұрақтар болады. Сондықтан үмітті үзбейміз. Барлығымыз сыйлыққа үміттенейік. Ең басты Түркістан қаласынан керемет көңіл күй, керемет естен кетпес эмоция алыңыздар. Ал біз ойынымызды одан әрмен қарай жалғастырайық. Жаңа екінші ойынымызға келген едік қой, сіздер киініп алдыңыздар. Дайынсыздар ғой, бері келіңіздер енді. Біз ойынның шартын сіздерге түсіндірейік. Міне мына жақта біздің оң жағымызда арнайы батут орналасқан. Сол батуттың ішіне қазір кіресіздер және оп-оңай секіресіздер. Бірақ ол жерде сіздерді бір қиындық күтіп тұр. Ол қалай десеңіздер, батутта секіріп, қолдарыңызда су толтырылған шелек болады. Сол шелекті құшақтап алып, алдымызға дәл осылай құшақтап қапсырып аламыз. Секіріп, басымыздан төбеден көрсетілген қызыл лентаға тигізуіміз керек. Дәл осылай 15 рет тигізесіз. Кімде су көп, сол бізде жеңімпаз. Түсінікті ғой? Суды төгіп алмау керек. Суды төгіп алмау керек, мұқият болу керек. Түсінікті ғой? Ал ендеше кімнен бастаймыз? Енді бұл жолы қыздың жолы жігітке деген мақалға келісе алмаймын. Жігіттерден бастайық енді осы жолы. Ініден бастаймыз ба, ағадан? Жастардан бастайық, иә? Жастардан бастайық ендеше. Қошемет соғып қояйық. Елдос. Ал, Елдос мырза, мына шелектің бірін алыңыз. Неге Елдостың шелегі дайын, жүре ғой Елдос. Қолыңызға көтеріңіз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, шелек толған су. Я, Елдос бірінші өзі кіріп алсын. Қошемет соғып қояйықшы, Елдосқа қолдау білдіріп отырайық. Неге Елдос бізге арнайлап, көне қала, қасиетті қала Тараздан келген екен. Ал ендеше Елдос батутқа кірейік. Неге шелекті ұсынайын. Елдос батут түсінікті ғой? Шелекті алдымызға ұстап аламыз. Алдымызға ұстап алайық. Түсінікті ғой? Лентаға басын тигізсін.
иығын тигіземіз ба немесе? Нұрсұлтан негізі бізде дұрыс болмайтын сияқты, себебі бұл батут биіктігі мына кісімен де бірдей сияқты ғой лентаның. Сол үшін лентаға тепе қойсын, жай ғана секірсін, бірақ біз оны есептейтін болайық, сіздің секіргеніңізді. Жай ғана аяқтың ұшын көтере салуға болмайды. Толыққанды 15 рет секіруіміз керек. Барлығымыз бірге санаймыз, түсінікті ғой? Санап тұрамыз. Ең биік секіреміз, сонда ғана есепке аламыз, түсінікті ғой? Ал егер жай секіріп қалсаңыз, біз сіздің секіргеніңізді есептемейміз. Түсінікті ғой, иә? Ал ендеше 3-ке дейін санайық, кері қайтайық. Кері санап басталсын. 3, 2, 1. Ендеше тараздық емес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Болды, жетеді. Тоқтай алмай қалай, Елдос. Тамаша, қошемет соғып қояйық. Мінеки тараздан келген Елдос Батыр, әкеңіз көмектесейік. Енді біз шелегіңізді ұстап тұрмыз, қазір біз салыстырамыз. Түгі болмаңыз, ең басты суы көп, сол бізде жеңімпаз атанады. Ал келесі Бекзат мырза арнайлап тіршіліктің бастауы болған Қазығұрттан келген қатысушы, қошемет соғып қояйықшы. Ең алдымен кіріп өзі үлкен шаруа. Ал ендеше қымбатты көпшілік, қошемет соғып отырыңыздар. Қазығұрттан келген қатысушымыз Бекзат мырза қалай секіреді екен? Дайынбыз ғой? Жақсылап шелекті ұстап алыңыз. Ал ендеше барлығымыз бірге бастайық. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, қаттырақ секіріңіз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бекзат аға, біз сізді негізі санамай қойсақ та болады, себебі аяғыңызды сәл жоғары көтеріңізші. 13, 14, тағы бір рет, жоғарыға. Тағы бір рет, аяғыңызды көтеріңіз. Аяғыңызды көтерсеңізші. Жақсы. Ал, біздің Бекзат ағамыздың ойыны аяқталды. Тамаша. Ал енді келесі кезекте келесі қатысушымызды ортамыздан шақырайық. Әйгерім, иә? Әйгерім, сіз жақты? Тараздан келген қатысушы, қошемет соғып қояйық. Мінеки Түркістан қаласында бүгін тараздықтар көп екен. Мүмкін осы жолғы ойынға қатысушылар біздің жеңімпаз болуы да әбден мүмкін, иә? Бүгін біз Рексіз Түркістан қонақ үйіне 2 адамға арналған бір күн демалысты ойнатып отырмыз. Сіздер де осындай керемет сыйлыққа ие бола аласыздар. Бір күндік уақытыңызды өзіңіз демалып өткізгенге не жетсін. Тамаша, бәрекелді. Тараздан келген қатысушымыз Әйгерім дайын, ортаға келді. Шелекті жақсылап қапсырып ұстап аламыз. Қымбат көрермен, қолдау білдірейікші қарындасымызға мінекей сайысқа қатысушы жалғыз қыз баласы. Нағыз жүрек жұтқан ару екен, Тараздан келген. Ал ендеше кері санақпен бастаймыз. 3, 2, 1. Басталды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тағы қаттырақ секірсеңіз. 4, және 15. Тамаша, болды. Сол, рахмет. Қошемет соғып қояйық Әйгерімге. Бәрекелді, тамаша. Біз шелектерді салыстырайық. Мынау біздің Елдостың шелегі, мынау Бекзат ағамыздың шелегі, және Әйгерімнің шелегі. Ал, қымбатты көрермен, өздеріңіз де көріп тұрған шығарсыздар, иә? Кімнің суы көп, кім суды шашпай, төкпей, тиянақты болып, осы сайыста жеңіске жетті. Менің ойымша, Рамира, бұл жерде үйде кім пысығырақ сол көмектескен секілді, өйткені қыз баласы өздеріңіз білесіздер, қашанда жұмыста тиянақты жасайды, шашпайды, төкпейді. Және ысырап жасауға жол бермейді. Енді міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүгінгі біздің екінші сайысымыздың жеңімпазы сонау Тараздан келген Әйгерім. Құрмет қошеметтеріңіз, Әйгерім біздің жеңімпазымыз, ал біздің екі бірдей қатысушымызға арнайлап Түркістан телеарнасы, сондай-ақ Open Түркістан туристік ақпараттық орталық ұсынған осындай сыйлықты сіздерге ұсынамыз. Және сіздерге тағы да бір шелек суымыз бар, алып алыңыздар, сіздерге рахмет. Ал ендеше қымбатты көрермен, керемет кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Әйгерім, мына жаққа өтіңіз, біз сізді келесі сайыста күтеміз. Ешқайда кетіп қалмаңыз, иә, бізде әлі алда финал бар. Сол сайыста сізді күтеміз. Ал қымбатты көрермен, дәл қазір енді сіздермен бірге
осындай керемет жобаны әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы бір хабарландыру, Түркістан қаласында әр жұма сайын дәл осы орында біз сіздерді күтеміз. Өйткені өздеріңіз білетіндей, дәл қазіргі түрленген Түркістан бүкіл әлем назарында. Қаламызға келген республиканың түкпір-түкпірінен немесе шетелден келген барлық қонақтарымызға дәл осындай туристік ерекше ойын дайындадық және біздің арнайы сыйлығымыз бар. Я, ол сыйлықты сіздерге тағы да айта кетейік. Бүгінгі біздің шығарылымның демеушісі Рексіз Түркістан қонақ үйі 2 адамға арналған сіздерге демалыс сыйлайды. Ал енді біз осындай ойынымызды, хабарымызды одан әрмен қарай жалғастырайық. Енді бізге ашық микрофонға келіп өздеріңіздің ойларыңызды ашық жеткізсеңіздер болады. Енді біз Нұрсұлтан көрермендердің арасына кіргеніміз дұрыс сияқты, барып сұхбаттассақ. Әрине. Менің ойымша дәл қазір